Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шайға арналған ең оңай тәттінің жасалу жолын көрсетемін. Чак-чак жасаймыз. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз. Шай қасықпен кішкене тұз қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Басқа да пайдалы, оңай рецепттер бар. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Және қолымызбен қамырымызды илейміз. Массамыз толық араласқанша қамырымызды илейміз. Бізде осылай бір келкі тегіс тестамыз дайын болды. Кішкене тұндыруға қоямыз. Ал енді ұнымызды сеуіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Жаюға ыңғайлы болу үшін. Жинақтаймыз қолымызбен. Ал енді оқтауымызбен жаямыз. Ұнымызды сеуіп отырып, жұқартып жайып аламыз. Осындай көлемде жайып аламыз. Арасына ұнымызды сеуіп кесеміз. Видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Осы ленталарымызды кеспей кескендей естіп, майдалап кесеміз. Барлығында жайып алдық, осылай кесіп аламыз. Ыдысымызға майымызды құйып қыздырамыз. Және аз ғана бөліктен пісіріп аламыз. Араластырып тұрамыз. Осылай сары түске енген кезде майымыздан аламыз. Келесі бөліктерінде солай пісіріп аламыз барлығын. Бізде осылай мол болып шығады. Ал енді сиропын жасаймыз. Қантымызды ыдысымызға саламыз және кішкене мөлшерде су қосамыз. 2 ас қасық бал қосамыз.
Отымызға қойып қайнатамыз. Қайнап шыққан соң кішкене уақытта қоюланады. Қоюланған кезде отымыздан өшіреміз. Барлығын 2 ыдысқа бөліп аламыз. Екіге бөліп алдық. Ал енді ыстық болып тұрған сиропымызды құямыз. Араластырып аламыз. Арнайы пішінге келтіру үшін осындай форманы қолдандым. Өз қалауларыңызша пішіндерін келтіруге болады. 2 ыдысымыздағын салып аламыз осылай. Біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Үстінен осылай затпен басып шығамыз. Және 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Осылай күнжітпен сәндеп қойсаңыздар болады. Жаңғақ, мейіз қолдануға да болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.